Ертеде бір кедей әйелдің 3 қызы болыпты. Соларды қатарынан кем қылмай өсіру үшін әйел күндіз-түні тыным таппай еңбектеніпті. Қарлығаштың балапандарындай қауырсындары қатып, қыздар бой жетеді, мыс құрады. Әйел де қартайып, босағасында жалғыз қалады. Ермегі елгезек тиын ғана. Көңілін қайғы басса, шер тарқатып, әңгімелесетін де сол тиын екен. Осылай бір күні кемпір науқастанып, төсек тартып жатып қалады. Досым тиын, сен қыздарыма хабар жеткіз. Көзімнің тірісінде бақылдасып қалайын. Ең алдымен кемпірдің үлкен қызына келіп: армысың үлкен қыз? Мені саған анаң жіберді. Ол қатты науқастанып қалды. Сізді анаңыз шақырып жатыр. Қап, барар едім, бірақ мына қазанымды тазалап жатыр едім, дейді үлкен қызы. Сен қазаныңды тазалап алайын дейсің бе? Онда мәңгі бақи солардан айырылмай өт, дейді тиын. Осыны айтқанда қыздың қолындағы қазан жерге түсіп, қызға тиіп, қыз үлкен тасбақаға айналып кетеді. Тиын енді ортаншы қызға жетіп келеді. Армысың ортаншы қыз? Мені саған анаң жіберді. Ол қатты науқастанып қалды. Қыздарыма хабар бер. Көзімнің тірісінде бақылдасып қалайын деп шақырып жатыр. Ойпырмай, анама қазір-ақ шауып жетер едім-ау, бірақ жәрмеңкеге мата тоқып апару үлгере алмай жатқаным, деп күйіне. Тиын ызаға булығып: мата тоқып жатыр едім дейсің бе? Онда мәңгі бақи соны тоқып өт, дейді де ортаңғы қызды өрмекшіге айналдырады. Тиын асығып кемпірдің кенже қызына келеді. Ол қамыр елеп жатыр екен. Армысың кенже қыз? Мені саған анаң жіберді. Ол қатты науқастанып қалды. Қыздарыма хабар бер. Көзімнің тірісінде бақылдасып қалайын деді. Сізді анаңыз шақырып жатыр. Қайғылы хабарды естіген қыз ләм-мим демей, қолының қамырын да тазаламастан жан ұшырып анасына жүгіреді. Анашым, сізге не болды? Анашым, еш нәрсе уайымдамаңыз. Мен сізді емдеп жазамын. Ақылыңнан сені көріп бір марқайып қалдым ғой. Менің қадірлім, алтыным, адамзатқа әрдайым қуаныш әкелуші. Адамдар сенің немере шөбереңді, ұрпағыңды ардақтайды. Шынында да солай болып, кіші қыз көп жасап, оны барлық адам қастерлеп сүйіп өтіпті. Күндердің күнінде кіші қыздың да өмірімен қоштасар мезгілі жетіп, ол бал арасына айналыпты. Аралар бүкіл жаз бойына тыным таппай, адам баласы үшін бал жинаумен әлек. Қай уақытта қарасаң да, оның алдыңғы 2 аяғы тәтті қамырға малулы.